Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Ирафифа. Бүгінгі видеода біз өзіміздің подписчиктеріміздің составын бағалайтын боламыз. Видео бастамастан бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер, және сіз осы видеоға түскіңіз келсе, міндетті түрде лайк басып подписаться ету керек. Бізге 6 қазақ бауырымыз жазыпты, солардың біз 6-ын да таптық. Тезірек составын бағалап жіберейік. Біріншіден бізде вот вкус победы дегенді тезірек қарап жіберейік. Составы өте мықты екен, ешкімді ауыстыруға қажет емес. Менде достар уақыт болмай тұр, себебі видео шығып қалады, сондықтан мен тез бағалап жатырмын. Енді бұл жақта Амсур деген игрок жазыпты, тезірек составын бағалап кетейік. Тоже бұнда ешкімді ауыстыру керек емес. Өте мықты состав. Міндетті түрде арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Так. 21 дейді. Бұнда так, бізге ЦЗшниктерді ауыстыру керек қой деймін. Әлде жоқ, былай жақсы состав. Ешкімді ауыстыру қажет емес. Так, бізге осы игрокты оценить етіп жіберейік тез. 119 составы. Бұл жақта бізде Эден Азарды ауыстыру керек, басқа ешкімді емес. Так. Бізге 2 игрок қалды, тезірек оценка беріп жіберейік. 15 дейді. Бұл жақта бізде левый защитникті ауыстыру керек, и Навасты ауыстыру керек, и ЦПшниктерді ауыстыру керек. Енді бізге ең соңғы игрок қалды, достар. Ең соңғы ма? Так. 109 дейді составы. Бұл жақта бізде көп игроктарды ауыстыру керек екені көрініп тұр. Айтпаса да белгілі. Так, ешкім ұмытпадым не мен? Осымен біздің видеомыз тәмәм. Баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар. Если сіз видеоға түскіңіз келсе, міндетті түрде арнаға жазылып кетіңіз, және де лайк басып кетіңіз. Баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.